ештеңе жоқ, ешқандай көмек жоқ. Қаңғып жүрміз мысалы. Міне үстіміздегі мынаумен шығып кеттік. Ал былай қарағанда қадір түнінде. Қадір түні негізі қиындықпен келеді дейді. Бұл қиындығымыз да артта қалсын. Бізге ол үйдің енді керегі жоқ. Ненің бейіттің бәрі жуылып келіп жатыр. Бейіт өлімдеп шығып жатыр. Біздің бір ауыздан тілейтініміз бізге дұрыс банағы қонақшамызды берсін. Біздер енді ол үйде тұрмаймыз. Керегі жоқ. Менің тілегім сол. Мына көпшіліктің де тілегі сол деп ойлаймын. Аты жоным, менің атымда үй 401-ші үйде тұрап, 46-ші үй Жекебаева Гүлшара. Ал газетіме дейін қалып қой соның ішінде. Тағы да. Аты жөнім 401-ші көше. Ал енді бұл жаңалықты, мысалы Қасым-Жомарт Тоқаев президентімізге жеткенін қалаймын мен. Я болмаса президентке барайық. Біздерде енді мүмкіншілік жоқ. Ол үйдің бәрі